Осы сабақта біз speed және velocity арасындағы айырмашылықты қарастыратын боламыз. Так, speed versus velocity. Енді біз осы олардың бірінші әріптеріне егерде қарасақ, жай ғана ассоциация ретінде, speed бұл бізде скаляр шама болып табылады, ал velocity ол бізде векторлық шама. Кейбір кездерде speedті біз жолдық жылдамдық дейміз. Жолдық, путевая скорость. Енді скаляр дегенде осы жерде бізде тек қана оның шамасы, яғни сандық мәні беріледі, magnitude, and векторлық шамада осы жерде магнитудтен басқа бізде оның бағыты беріледі, direction. Мінеке осылайша. Егер де біз speed дегенде 5 метр секунд деп айтсақ, жай ғана, тек қана сандық мәні бар. Ал velocityде біз айтуымыз керек, мысалы 5 метр секунд to the east. Да? Мінеке осылайша. Және де speedті анықтау үшін біз жолды, яғни distance бөлу керекпіз уақытқа. Ал velocityде біз орын ауыстыруды, яғни displacement бөлу керекпіз уақытқа. Мінеке осылайша бізде speed және velocityдегі арасындағы айырмашылығы.